Іргелес жатқан мемлекеттермен салыстырғанда бізде жанар жағармайдың бағасы арзанырақ. Ол жаңағы мемлекеттік, оның бағасын мемлекеттік реттеуден кеткен уақытта бізге депутаттарға айтқан болатын. Осы көптеген іргелес мемлекеттер, тіпті жеке тұлғалар біздің жанар жағармайды алып шығып жатыр, сатып жатыр деп. Мен сізден сұрайын дегенім, осы жағдай қалай өзгерді ме? Соңген жаңадан ашылатын бекетте осындай фактілер болмас үшін қандай қадамдар жасалып жатыр? Соны айта кетсеңіз. Рахмет. Шекара қызметінің басшылығы осында ғой. Микрофон қойсыңыздар. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар. Айтып отқан мәселе бұл күнделікті біздің бақылауымызда. Жанар жағармайды алып өту бағаның арзандығына байланысты кәдімгі қарапайым халықпен шекарадан өту мәселелері сарапталып, біз шешім бойынша күніне бір рет өтуге ғана қазір тек қана жанар жағармайды алып өтетін адамдарға бір рет өтуге ғана рұқсат берілген. Ол мәселені біз барлық автомобильдік пункт бопшылардың бәрінде біз қадағалап отырмыз күнделікті.